Бердібай Әсел, номер 7-ші Тұран мектеп гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 6-ші А сынып оқушысымын. Біздің елде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты қазақ елін сабырлыққа шақырамыз. Бұл жағдайда үйде отырғанымыз абзал. Үйде бос уақытымызда Абай Құнанбаевтың, басқа да ғұламалардың қара сөз өлеңдерін оқуға сіздерді шақырамын. Мен бүгін Абай Құнанбаевтың «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» деген өлеңін сіздерге жолдаймын. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шиналсын деп бермедім. Өзім де басқа шалып төске өледім, қазақта қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім.